30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні биыл ата заңымыздың күшіне енгеніне тура 20 жыл толып отыр. Бұл айтулы мерекеге орай қала тұрғындары мен қонақтары үшін көптеген тосын сыйлар әзірленуде. Жалпы мерекені тойлау 30 тамыз орталық алаң мәдениет пен демалыс саябағында Тәуелсіздік стелласы маңында өткізілетін болады. Атмосферу праздника в течение всего дня создадут концертные площадки. 30 тамыз сағат 11:00-де орталық алаңда аудандық этномәдени бірлестіктердің қатысуымен салт дәстүр атты облыстық фестиваль өткізілетін болады. Сондай-ақ ассамблея маңында бал жәрмеңкесі, ал Сәбит Мұқанов атындағы кітапхана маңында гүл өсірушілердің жәрмеңкесі өтпек. Жабаев көшесі мен Парк көшесі аралығында еліміздің негізгі заң атты көрме болады. Ал Абай мен Пушкин ескерткіші маңында 12:00 мен 16:00 аралығында отбасылық сайыстар ұйымдастырылады. Сондай-ақ түрлі спорттық сайыстар өткізілетін болады және ретро-фестиваль ұйымдастырылады. Мерекелік тойлау ары қарай Тәуелсіздік стелласы маңында жалғаспақ. Бұл жерде менің сүйікті аулам атты ойын-сауық бағдарламасы, асық ату, қазақша күрес сынды ұлттық ойындар жарысы, фитнес-лагерь өткізіледі. Первый Северный арнасы ұйымдастырған Конституция тұрақтылықтың кепілі атты байқаудың қорытындысы да осы күні жарияланбақ. Сонымен бірге патриоттық әндерді сүйіп тыңдайтын тұрғындар үшін Асыл мұра атты патриоттық әндер сайысы ұйымдастырылатын болады. Көмекке зәру жандарға қол ұшын созу мақсатында Ориде қоғамдық қоры қалалық әкімдікпен бірлесе отырып «Мен қайырымдымын» атты марафон өткізеді. Қазақстан Конституциясының 20 жылдығын тойлау кешке орталық алаңда ұйымдастырылатын Қазақстан сен жайлы ән саламын атты жастар бағдарламасымен аяқталмақ.